Су ғылыми еңбектерде түссіз, иіссіз, дәмсіз, сұйықтық ретінде сипатталады. Бірақ халықтың жер суға қойған атауларында Ақсу, Сарысу, Алакөл, Қызылкөл, Бозкөл, Шұбаркөл, Қарасу, Көксу секілді алуан түр-түстердің кездесуі қалай? Су дәмсіз болса, оны ішкенде қалай сезінеміз? Иіссіз болса, су жағалауына барғанда кеңсірігіміз ашылып, теңіздің, көлдің иісін қалай сеземіз? Қазақстанның жер су аттарын зерттеуші Қойшыбаев зерттеулеріне зер салайық. Қара сөзі әртүрлі өзен, көл атауларымен тіркесіп кездеседі. Мысалы, Қарақамыс, Қарасор, Қаракөл, Қаракеңгір, Қаратал, Қарасу, Қаратұз және тағы басқа. Мұндағы қара сөзі бірнеше мәнге ие. Бірінші, жерасты суларынан нәр алатын өзен атауы ұғымын білдіреді. Мысалы, Қарасу, Қарақұдық. Екінші, белгілі бір атаудың екінші бір атаумен салыстырғанда көлемінің үлкен екендігін білдіреді. Мысалы, Қараөзек, Қаракөл. Үшінші, кейбір өзен көлдердің атауының құрамында кездесетін қара сөзі ну, қалың ұғымында білдіреді. Мысалы, Қарақамыс. Ал Қара ертіс атауының құрамындағы қара сөзін ғалымдар жер асты суларынан нәр алатын өзен ұғымынан шығарады. Қызыл сөзі де өзен көл атауларында көптеп кездеседі. Мысалы, Қызылкөл, Қызылқұдық және тағы басқа. Жер су атаулары құрамында кездесетін қызыл мынадай мағыналарға ие. Бірінші, тар шатқал, екінші, түбі көрініп жатқан таяз су және үшіншісі, жұқа, майда, жеңіл деген мағына.